Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан сарайы бағдарламасы. Бүгінгі біздің хабарымыздың қадірлі қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан Қырғызстан еларалық сыйлығының иегері Гүлнар Сыйқымбаева. Өзіңізде соңғы уақытта көрерменіңізді қуантатындай қандай жаңалықтар жасап үлгердіңіз? Сәлеметсіздер ма? Көрермендер енді қуантатындай өзімде қуандым әрине. Осы 14 тамыз күні өзімнің осы Әуезов атындағы театрда өзімнің концертімді бердім. Ең қуанарлық жағдай. Әрине ел үшін, тыңдарман үшін және мен үшін деп ойлаймын. Жалпы сіздің творчестволық ізденістеріңіз қазір қалай көтеріліп келе жатыр, қалай дамып келе жатыр? Заман басқа, заң басқа дейді. Сіздердің кездеріңіздегі өнер жолы қазір жаңа заманға сай басқаша өзгеріп жатыр. Әрине енді қарап тұрсақ, өздеріңізде қарап тұрсаңыздар, қазіргі ең басты мынау үлкен-үлкен жерлерде концерт беру артқа қалып бара жатқан сияқты, барлық жерде клиптің өзі де бір мәнді, мағыналы болып келе жатыр. Осы өзімізде ол бір қуантарлық жағдай. Енді мен де сол бір 2 клипті қазір түсіріп жатырмыз. Қазақ фильмдегі жігіттер түсіріп жатыр. Меніңше ізденіс деп сол ойлаймын. Жаңадан әндер шығып жатыр. Сол. Жалпы композиторлармен қарым-қатынас, байланыс, шығармашылық ізденіс қаншалықты кеңею үстінде? Қазіргі композиторлар сізге әндерін қалай ұсынады? Бағасын келісесіздер ме өзара? Өзі қызық. Баяғыда бастап жүрген кезде біз әншілер ренжитінбіз. Осы атақты композиторлар бізге әндерін бермейді деп. Ал енді қазір өмірдің ағысы ма, ойлап қарасақ, жаңағы атақты композиторларымыз керісінше жаңадан шығып жатқандарды іздейді да. Жаңадан шығып жатқандар мүмкін жаңа дауыс деп ойлаймын, бізге керісінше шықпай жатқан жаңа композиторлар келіп әндерін көрсетіп, әнімізді тыңдап көрсеңіз екен деп, өз қарама-қайшы болып жатқан да бір оқиғалар бар. Әрине ол енді әрине жұмыс жөнінен ғой. Ал былайша барлық композиторлармен, Құдайға шүкір, бәріміз арамыз дұрыс, сәлеміміз тура, дұрыспыз. Композиторлар туралы ол түсінік әртүрлі. Қайсы бірде біздің әншілеріміз өзі реніш білдіріп жатады, әуелдегі әнін мен айтып шығып едім, соңынан басқа әншіге берді деп. Сізге ондай әншілерге композитор тарапынан өкпе туатындай ешқандай әңгіме қозғалған жоқ па? Мен өзі табиғатында, орысша айтады ғой, оптимист дейді. Салмақты бір өзімді өзім мақтағандық емес ол. Әрине ондай оқиғалар өте көп болды, бірақ дегенмен де оның бәрін мен көз жұмып қарау емес, кешіріммен қарадым. Ондай оқиғалар менде өте көп болды. Мысалы енді Марат Ильясовтың әнімен шықтым ғой, енді мен жаңа мерекем сен, мен саған өтіп білемен. Әрине одан кейін де әндер шықты, мысалы мынау Қазақ дастарханым деген шықты, Арманға бірге барайық деген сияқты әндер көп болды. Ол жігіт неге екенін қайдам маған айтқызып алады бірінші. Содан кейін басқа әншілерге айтқызады да, соларды шығарып жүрді. Енді Қазақ дастарханым, мысалы, оны айтпаған адам жоқ. Оны Нұрлан Өнербаев айтты, оны Мәдина Ералиева айтты, оны Гүлнар Сыйқымбаева айтты. Енді кей кезде радиодан тыңдап отырып, өзім ойлап қалам, қазір кімді берер екен қызық деп. Бірақ сонда да ол өкпемен емес, ол кешіріммен қарағандар болды. Енді Марат енді ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Композиторлар ұсынған әндерді жас әншілер орындап жатса, сіз оған өкпелеген кездеріңіз болды ма? Жоқ, енді әрине сынмен қарайсың, өзіңе де, жаңа жас әншілерге де сынмен қарайсың. Егер сенен артық орындап жатса, асып орындап жатса, әрине оған тек қана қуанамын. Ал енді ол әннің жаңағы итталағандағы быт-шытын шығарып, жоғары көтеретін жерінде жоғары көтермей, қалай болса солай бір немен қарайды ғой, бір сондай бір ответственный дейді ғой, бір жауапкершілікпенен қарамай, қалай болса солай айтып жатса, әрине оған қарың ашады.
қазіргі сіздің қызметіңіз қандай? Не істеп жатырсыз, не қойып жатырсыз? Мен өзі 85 жылдан бері Гүлеке осы гүлдер ансамблінде жүрмін. Әрине бір 3-4 жылдай біраз үзіліс болып қалды. Ол үзіліс болғаннан кейін оның ішінде әрине семья кіреді, оның ішінде ұлым бар деп жатырмын, ол кіреді әрине. Сол мына гастрольге көп шыға алмайтын болғандықтан мен салтанат ансамблінде біраз жұмыс істедім. Енді сол 95 жылдан бері 97 болып қалды, иә. Содан бері қайтадан гүлдер ансамбліндемін. Жастар келіп жатыр, мынау Қыдырәлі Болманов келіп жатыр. Қуанарлық жағдай, әрине өзгерістер бар. Жастар алынып жатыр бишілерге. Аққайың сияқты кәдімгі майысып бәрі деген. Сондай өзгерістер, сондай жұмыстар. Осы бірер айдың көлемінде осы гүлдер тарқап кету алдында тұр. Оны жан-жаққа жікке бөлетін жайы бар дегенде бір ұзын-құлақтан әңгімелер естілді. Жалпы сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мемлекеттік ансамбль мемлекеттің бюджетінен қаржыландырып отыр. Шынымен де ол жекелеген меншікке кетсе, бәлкім қазіргі кішкене қаржыдан тапшылық көрген жағдайын жақсартар ма еді? Бұл енді үлкен бір әдемі сұраққа әдемі жауап бергім келеді. Оны енді шешетін жаңағы біздің бастықтарымыз болар. Әрине оны бастықтар шешеді деп көз жұмып қарап отыруға тағы да болмайды. Бұрыннан істеп келе жатқан біз еңбек сіңірген артист Қапеш Құлышева екеуміз, қалғандардың бәрі жастар. Әрине гүлдердің қалай болар екен деп іштей жаңағы бізде жанымыз ауырады. Бірақ дегенмен де енді бастықтар қалай шешеді солай ғой. Дегенмен де қалғаны дұрыс қой. Мемлекеттік өз тарапында жастар ансамблі болып қалуына әрине біз тілектеспіз. Гүлдермен сіз мына кеңестік одақтың кезінен бастап осы гүлдердің енді беделде берекесі мол болды ғой. Өнер сүйген қазақ халқы үшін оның енді мақтанатын жерлері де бар. Ал енді осы сіз гүлдерменен шетелге шығып, өзіңіздің бір өнеріңізді тәнті еткен кездеріңіз болды ма? Қай жақтарға бара алдыңыз? Енді әрине ол 85 жылдан бері деп қарап отырсақ, бір 15-16 жыл болып қалыпты. Оның ішінде ілі барлық жағдай өте көп. Енді ойлап отырсаң, әрине кей кезде жаның ауырады. Не бір бишілер, не бір әншілер келіп кетіп жатыр. Ал жаңа барып жатқан жақтарымыз, мысалы, Болгарияда болдық, Монголияда болдық, сол жақта ән айтып. Одан Түркменияда жүрдік. Енді Түркменияда өзіміздің ондай сыр уақытысы ғой енді. Дегенмен де ол есімнен кетпейтіні 3 ай бойы құмның арасында, 3 ай бойы қаланың арасында, 3 ай бойы гүлдердің жүрген, әрине ішінде менде бар, естен шықпайды. Ал енді өзіңіз білетіндей гүлдер ансамблі тек қана бұрын шетелде жүруші еді ғой. Әлі де мүмкін шығып қалар шетелге. Сағынасыз ба сол кездерді? Сағыныш деген болады, бірақ деген мынау тағы да айтамын, өмірдің ағысы ма, өзің отбасы болғаннан кейін үйге алаңдайды екенсің, балаға алаңдайды екенсің, бірақ барып келген уақытта да бір шетелге болсын, басқа бір үлкен гастрольдерде ары кетсе бір жұма барып келсем шіркін дейсің, бірақ одан артық жаңағыдай 3 ай, 2 ай емес қой. Қазір біздің әншілеріміздің дені жаңағы өздерінше жеке гастрольдік сапарлар ұйымдастырады. Жекелей өздері өнер ошақтарын ашып жатады. Сіздің де гүлдерден қол үзіп кетіп, өзіңізше жеке қадам жасауға мүмкіндігіңіз бар ма? Мүмкіндікті әр уақытта табуға болады. Бірақ не екенін білмеймін, осы қимаймын, гүлдерде жүргім келеді, гүлдерде жұмыс істегім келеді әрине. Жаңағы составтары ауысып жатса да, енді ол жеке болып шығып жатқан уақыттарымыз да бар, өзіміздің жеке концерт беріп, оған адамдар да келіп жатады, қуана қарайсың. Бірақ дегенменен бұл қара шаңырақ қой. Қара шаңырақтан қайда істейсің десе, гүлдер деп бір қуанышпен айтамыз. Ал енді сіз өзіңіздің концерттеріңізді осы мына келі шаңырақ дейміз ғой, Республика сарайында қашаннан бері ұйымдастырып келе жатсыз. Қазіргі жас әншілер жыл сайын концерт ұйымдастырады. Сіздің жыл сайын концерт ұйымдастыруға қабілетіңіз қандай? Қабілет бар ғой. Қабілет бар ғой, сол қаражат жағы қиындау. Енді мен бірінші концертімді өзімнің 98 жылы студенттер сарайында бердім. Одан жаңа айтып отырмын, осында Әуезов театрында бердім. Ендігі жылы, Құдай қаласа, 2003 жылы осы сахнада жүргеніме, үлкен сахнада жүргеніме 20 жыл болады екен. Осы бастан жанымыз ауырып, осы бастан қалай болар екен деп, енді атымызға затымыз сай болып, әрине осы сарайда бергіміз келеді концертті, ұйымдастыртқымыз келеді. Енді оның бәрін уақыт көрсетер. Қаражат мүмкін табылып қалар. Енді табылып қалады деп жата беруге де болмайды. Жұмыстар бар. Соны іске асырамыз деп ойлаймын.
О бастан демеуші деген сөзге өзі немесе олардың болмағандығынан ба есік қағып әркімге бір барып ақша сұрап көрген жан емеспін. Жаңағы екі концертте өзімнің күшімменен, ол күшім болғанда қайдан аламын ол ақшаны? Ол концерт беріледі, жаңағы басқа жақтарға беріледі, содан шыққан қаражатты осында келіп төгем. Дегенмен де мен қазір демеушім бар деп айта алмаймын, ондай адам жоқ, және мен демеуші керек еді деп бармаймын да. Егер жаңағы қазақтың әніне жаңағы маған жандар ашып демеушілік жасап жатса, әрине оған мен қуана жаңағы концертімді өткіземін. Ал демеушіні неге іздемеймін? Өткен бір оқиғалар болған. Осындай бір үлкен бір отырыстарда осы әншілерден бәлеге қалдық қой, осы дереу болса ақша сұрайды деген бір сөздерін естіп, содан әбден бетім қайтқан. Өзім даже ант беріп, ақша сұрамасын, өз күнімді өзім көрерім деп. Сонда мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ принципте мен не дейді өзі. Ал енді сіз жаңағы бетке өкпелеп тон отқа лақтыруға болмайды дейді ғой. Сіз енді демеушілер табылмады деп өнерден кетіп қалмайтыныңыз анық. Ал енді жалпы қазіргі заман өзі берместі тартып алатын заман. Осыған мінезіңіз сай ма? Жоқ, оған мінезім сай емес. Ол өзі табиғатыма байланысты шығар. Табиғат болғанда, мен таудың қазағымын ғой. Шымкент облысы Ленгір ауданының таудың қазағымын. Тағы да орысша айтады ғой, генаға байланысты деп. Әке-шешенің тәрбиесі басқа, одан кейін біздің заманымыздың тәрбиесі басқа болатын. Ондай менде бір өткір мінезділік, жаңағы қазіргі заманға сай мінез жоқ, ондайдан төменмін, одан нашармын. Балқиын, шалқиын көңілмен, аяла аймала аш белімнен, шаттықтың шөлеркеп шарабына, қарайын көктамай жанарыңа, билеші қалқышы қаныңда, жарық нұр құйсын жас жаныңа, арманның қосылып ақтарына, жандыра жайна да ойна, бұл өмір өтеді қас-қағында. Лазерлік дейміз ғой, қымбат, сапасы жоғары таспаларды жасай алып жатырсыз ба? Ол қазір ондай әрине жоспарда бар, дегенмен де жаңағы екі кассетам шықты, аудио кассета, ал лазерлік диск қазір шыққан жоқ. Оған да қаражат керек. Клипті қайда түсірмек ойыңыз бар, егер қомақты қаражат болып жатқан жағдайда? Осы қомақты қаражат деп айта алмаймын, әйтеуір түсінген жігіттер, қыздар бар екен, осы өздері де әнімді тыңдап жүрген қазақтың қыздар жігіттер екен. Өздері жаңағы ой білдіріп, осы әндеріңіз түссе қалай қарайсыз дегенде, мен деген қуанып, әрине ол деген қаражатсыз бітпейтін нәрсе. Осы Алматыда, осы Алматының төңірегінде түсірілетін дүние ғой. Қазіргі қазақстандық клиптердің сапасы сізге қалай, ұнай ма? Әлде бәлкім Мәскеуге, бәлкім Өзбекстанға, көршілес елдерге барасыз? Біздің одан қалып жатқан ешқандай кемшілігіміз жоқ. Мен қарап отырам, осы Өзбекстанда түсірілді дейді, осы Россияда түсірілді дейді. Біздің Қазақстанда қазір қарап тұрсақ, небір талантты жастар өте көп. Түсіріліп жатқан клиптерге де көңілім толады. Бізде түсіріліп жатқанына өте жаңағы қуанып та қараймын. Олардан еш жерімізде кем емес. Біздің режиссерлар, жаңа жігіттер, қыздар тек қана қуанып қараймын. Өнерді тастап қолды бір сілтеп,
басқа мамандыққа ұмтыларсыз, ондай ой жоқ па? Мен өзі ол айтылып та жүр, жазылып та жүр. Әкем негізі мен мұғалім болғанын қалаған болатын. Бірақ қарап отырсам, сол мұғалімдікке түбінде бәрі баратын сияқтымын. Өйткені мынау театр өнер институты шақырды, мұғалімдікке келіңіз деп. Өзімнің оқып біткен киелі қара шаңырағым эстрадный цирковая студия дейтін, қазір колледжі. Ол жер шақырып жатыр, әрине жастар өсіп келе жатыр. Бірақ дегенмен енді әрине күш қуатым бар кезде, осындай жас кезде елге қызмет етіп әнімізді айтып жүреміз ғой. Бірақ дегенмен де түбі сол мұғалімдікке баратын сияқты. Бұл сіздің болашақта зейнетақы аламау дегенге үміттендіре ма? Ой, ол жоқ, білмеймін, оны ойлағым да келмейді. Ол зейнетақы бұлай заман аванталған болып жатқан кезде жоқ, оны мен ойлап отырған жоқ. Осыдан 20 жыл бұрын өнерге келдіңіз. Сол кезде сіз қанша жаста едіңіз және сахнаға алғашқы қай жерде шығып едіңіз және үстінде киіміңіз қандай болып еді? Есіңізге түсіре аласыз ба? Енді бұл үлкен сахнаға шыққаныма 20 жыл деп отырмын ғой. Ал ауылда бастап, елде бастаған кезде ол 80-ші жылы, міне 21-ші жылы қазір болды, ендігі жыл 22 жыл болады. Ауылда бастаған кезде ме жоқ, үлкен сахнаға шыққандағы көйлек пе? Үлкен сахнаға шыққан кезде мен бірінші осында тамашаға шақырған Лұқпан ағамыз. Онда беліміз қылдырықтай, кәдімгі әп-әдемі жап-жас қызбыз, Шымкенттен шақырып, сонда үстінде қызыл көйлегім болатын. Ою-оюлары бар, әп-әдемі болып, шашымыз жалтырады, өзімізше бір артистка болып. Бірақ онда филармонияда істейтін мен Шымкентте. Сонда мен Сейітқали Қайырғалиевтің «Махаббат наз» деген ән айтқан. Соны әлі күнге дейін ел сақтап, жаңағы мен саған өкпелемей, мерекем сен деп жатады ғой. Бірақ сіз оған дейін шыққансыз, оған дейін ән айтқансыз деп «Махаббат назын» естерін алып сұрап жатқан адамдар да бар. Сын деген нәрсені сіз өзіңіз қалай қабылдайсыз? Айтып жатады, айтылып жүр, айтылады да. Мен оған өте қуанып та қараймын. Өзім жаңағы не дейді, анализ жасап, осы сын бекерге айтылып жатқан жоқ. Жаңа қазақтың мақалы бар ғой, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деп. Ол бекер айтылып жатқан сын емес. Соны кей кезде ойлайсың, кей кезде емес, сын айтылған сайын ойлайсың. Мүмкін мына жерде мен дұрыс демесем, ертеңгі концертте, ертеңгі жаңағы съемкада, ертеңгі интервьюде соны қайталамау керек деп, өзім ол сынға мен өте жақсы пікірмен қараймын. Бір кездер осы әндеріңіздің сөзі дұрыс емес деген ойлар айтылды. Осыны сіз дер уақытында түзей алдыңыз ба, әлде арасында болып кетті ме? Ол енді қай әнді айтып отқаныңызды біліп отырмын, сезіп отырмын. Осы сұрақтың түсетінін де білгенмін. Енді ол қалай демесем екен, жаңағы осы телевидение арқылы, жаңа кассета деп отырмын ғой, кассета арқылы енді ол сөздері дұрыс болмаса да таратылып кетті. Оны қайтарып ала алмайсың. Бірақ осылай қайтадан дұрыстығы осылай деп газетке де жазылды. Дегенмен де жаңағы мынау Минусовпен айтамыз ғой, жаңағы бір концерттерде болсын, жаңағы той-томалақта болсын, сол бұрынғы дұрыс сөзімен айтам, ал қайталанып жүрген бұрынғы съемкалар, бұрынғы айтылып кеткен запистар, сондықтан қайтарып ала алмаймын. Сонда
сіз әнді қалай таңдайсыз? Әндегі негізгі тақырыптарыңыз қандай? Махаббат па, әлде отан туралы ма? Менің өзімнің дауысым, өздеріңіз білетіндей, лирикалық дауыс. Лирикалық дегенге ол деген жаңағы жұмсақ майда дауыс, әдемі бір. Әдемі деп қояды дейді. Менің даусым енді отан, жаңағы патриоттық, ура деген әндерге жараспайды. Менің айтатын әндерім сол елге деген, жерге деген махаббат, анаға деген, балаға деген махаббат, жігітке деген махаббат, сондай бір ғақты әндер сияқты. Қазір ғой осы жеке өнер адамның өзіндік имиджі болу керек, соны қалыптастыру керек деп жатыр. Сіздегі имидж қандай? Және ол қалай ерекшеленіп тұр? Енді имидж деген бір модаға айналып кеткен сияқты болды ғой бұл өзі. Ондай осы өнер адамдары да маған біраз өздерінің көңіл толмайтындарын айтып, имиджіңді өзгертпейсің бе, мынау ұзын көйлегіңді құртпайсың ба, мынау қашанғы жай әндерді айтып тұрасың, анау мына деген кезде мен құлағым елеңдеп ойпыр-ай, бұлардың айтқандары дұрыс болар деп ойланған уақытым болған. Дегенмен де мынау бізге сыншы халық, халықтың айтқанын, халықтың ортасында жүреміз ғой. Халықтың жаңағы ойлағандарын екеуін жаңағы салыстырсам, халықтікі басым түсіп тұр. Сондықтан мен жаңағы имиджін деген баяғы Гүлнар Сиқымбаева, сол Гүлнар Сиқымбаева болып қалу керек сияқты. Әрине енді жаңағы темпі басқа қылып айтуға болады, аранжировкасын басқа қылып айтуға болады. Дегенмен де бірақ сол имидж, меніңше осы имидж. Бәлкім өнер адамдарының арасында көре алмастық, қызғаныш деген сезімнен айтылған осындай сын шығар. Оны сіз олай деп ой елегінен өткізгіңіз келмей ма? Ол егер өнер адамы өзімнің құрдасым болса, солай ойлауға болар еді. Өзімнен кіші деп ойласам, солай болар деп, сондай ойда болуы мүмкін еді. Ол үлкен бір апайымыз айтқан болатын. Оның атын айтпай-ақ қояйын енді. Бірақ байқап қарасам, елдің арасындағы сөздерді тыңдап, сол қыздың айтып жатқан әндерін қарап тұрсам, елдің көңілі оған толмайтын сияқты. Шошаңдап кетті, секіріп кетті деген сияқты, ол әнші қызымыз туралы. Сондықтан мүмкін ол қыздың айтып отырғаны да дұрыс болар. Біраз жастарды үйрету керек өзімізге. Мысалы, жастар бізді, мына мектеп қабырғасында жүргендер бізді тыңдай ала ма, алмай ма? Ой, сол апайды қойшы деп де бір қолын сілтеп жүретіндей бір уақыт болып қалам деп ойлайсың? Жалпы сіз жаңа айтып жатырмыз ғой, 20 жыл өнерде бұл аз уақыт емес әрине. Өзімізден кейінгіні тәрбиелеу керек деп жатырсыз. Ал енді қазір көп біздің өнерде жүрген азаматтарымыз артынан өзінің шәкіртін тәрбиелейді, өнердегі ізбасарын дайындайды. Сізге сондай мүмкіндік туып тұрған сияқты ғой. Оның туып тұрғанына бір аз болған жоқ, бір 7-8 жылдай болып қалды. Ол бір мақтанғандығым емес, өзімді сипаттағандығым емес, осы көшеде кетіп бара жатқан кезде де бір апайларымыз, ағайларымыз тоқтатып алып, осындай қыздарымыз бар еді. Өзіңізге ұқсатып тәрбиелесеңіз, өзіңізге ұқсатып бір дауысын қойып берсеңіз деген ондай бір ұсыныстар болды. Бірақ мен театр емес, жаңағы мынау эстрада студиясында біраз жұмыс істеп көрдім. Ол жерге барғасын мен өзімді өзім алып жүре алмадым. Неге? Өйткені өзіңнің білгеніңді бәрін үйрету бір бөлек, сахна жұмысы бір бөлек екен. Сол екеуін мен үйлестіріп алып жүре алмадым да, бір 2 айдай жұмыс істедім, одан кейін оны тастауға мәжбүр болдым. Өйткені бұл жаңағы сөздің арасында айтып кеттік қой, уақыт болмай кетеді екен. Оның ішінде жаңа съемка болып қалады, өздеріңіз шақыратында интервью дейді, жаңа әндер жазу керек. Одан кейін жаңа жеке концерттермен кету керек, өзіміздің гүлдердің несімен жаңа гастрольмен кету керек. Сөзбен айтқанда шәкірт дайындау соншалықты күрделі шаруа болып тұр. Күрделі. Оған үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ол бара салып жаңағы 3-4 распевканы бір дауыс қоюды үйретіп, үйреттім ғой деп шыға беру емес, ол үлкен бір жауапкершілікпен қарап, кәдімгі нағыз салмақты нәрсе ол деген. Біздің қазақ әншілері осы продюсер дегеннен ақсаңқырап жатады. Продюсер деген ол сол жаңа әншінің гастрольге баруын қамтамасыз етеді. Жалпы барлық шаруаларын жүзеге асырады. Сізде осыны атқарып жатқан кім? Менде продюсерім жоқ. Өзіміз керек кезде продюсер болып кетеміз, өзіміз керек кезде жаңағы не дейді, әнші болып кетеміз, өзіміз керек жерлерінде биші болып кетеміз, бәрін өзіміз
Бізде ол өте аз дамыған нәрсе деп айтуға да болмайды. Бар, бірақ ол үлкен-үлкен бір группаларда сияқты. Мен енді бұл әңгіме арасында айта кетейін, мен жақында ғана Қырғызстанға барып қайттым, Бішкекке. Сонда бізден олардың артықтығы әр әншінің өзінің продюсер қасында жүреді екен. Мен соған таң қалдым. Бізде ондай жоқ. Біз әркім өзінше продюсерміз біз. Ал енді сіздің тағы бір астын сызып айтып кететін нәрсе, Қазақстан, Қырғызстан ел аралық сыйлығының иегерісіз. Бұны сіз қашан алдыңыз және қандай мәртебеңізді бағалап беріп еді қырғыз ағайындар? Ой, бұл сыйлықты маған 96 жылы берілген. Арасында не бір кітаптарға шығып жатырмын, не бір сыйлықтар беріліп жатыр, бірақ сонымен басқа әншілерге ұқсап келе салып, жар салып, мен осындайға ие болып жатырмын, мен осындай алып жатырмын деген, бүгін қарап тұрсам, ондай менде не жоқ екен. Оны келе салып, мысалы, жария етуге болатын еді. Ал ол қандай мәселемен берілді десеңіз, осы екі ортада, мен екі елдің ортасында өте көп бардым мен Қырғызстанға, Бішкекке. Үлкен бір продюсердің концерттері болсын, жаңағы съемкалары болсын, телевидениесі болсын, былай жеке концерттерінде болсын, өте көп бардым. Сондықтан енді ол жақта отырғандар да енді ойлаған шығар енді. Еңбегі сіңді. Қазақтың қызы келіп жатыр, еңбегі сіңгенді алып тастады да, бір 5 минут қалған кезде, еңбегі сіңірген артистке 5 минут қалған кезде болмай қалды сол. Жете алмай қалдық, иә. Ал енді атақ дегенді айтып жатырмыз ғой қазір. Сіз өкпелемейсіз бе? Халық артист деген атақты алып тастады. Бәлкім сіз жетіп жығылып қалар ма едіңіз осы атаққа? Жоқ, ол атақ үшін жұмыс істесек, ол баяғыда алынатын нәрселер ғой, ол. Бірақ елде ақымақ емес, не бір халық әншісі, халық артистерін білмей жатқан адамдар бар. Ал атақтары жоқ, ештемелері жоқ, жаңағы әнші болсын, актер болсын, оларды бір тестен танып жатқан адамдар бар. Сондықтан бәрімізге сыншы халық, ол халық атағын халық беріп қойған деп ойлаймын. Жаңа жылған, алаттырған
Өнер адамдары мына бет пішін сын сипатына ерекше қарайды ғой. Сіз мына бетіңіздегі макияжға қалай мән бересіз? Кім жасайды? Түріңізді әп-сәтте өзгертіп шығатындай бір қызық оқиғаларды ойластырып жүрген жоқсыз ба? Енді бет ауызды дұрыстап сонша бір қиындау болып жатқан қазір әлі де құдайға шүкір жаспыз деп ойлаймын. Бет бояу өзіміз бояймыз. Енді бір-екі рет телевидениеде болған, олардың бояғандары бір адамды өзгертіп, бір өзіме ұнаған жоқ, сондықтан өзім жасаймын. Қазір енді жаспыз ғой, ал енді жаңағы бір 50-ге жақындап қалған кезде мүмкін сол жасауға, макияж жасатуға мүмкін көмекке шақыратын шығармыз. Қазір енді өзіміз орындамыз енді. Ал киім шеберіңіз бар ма? Жаңа айтып жатсыз, продюсер өзім деп. Киімді де өзіңіз тігетін шығарсыз. Жоқ, мен киімді тігу үшін оған шыдамшылық керек. Шыдам керек екен. Мен өзім бір-екі рет сондай көрген, бір киім тігіп көрейін деп. Оған менің шыдамым жетпеді. Ал енді мен өзі киімді дайын күйінде сатып алғанды жақсы көремін, шындығын айтқанда. Ол мына жер мынандай болсын, мына жер мынандай болсын деп отыру ондай бір. Ол да бір өзінше бір біткен бір қасиетті, адамның бойына біткен қасиет шығар. Мен бірақ көбінесе дайын киімдерді сатып алған дұрыс көремін. Арманыңыз бар ма? Арманым жоқ болса да өмір бітті ғой. Әрине арман бар. Сіз бақытты әншісіз ба? Бақыттымын деп айта аламын, құдайға шүкір. Өйткені өзінің алға қойған мақсатым осы әншілік еді. Әжептәуір әнші болып елге, халыққа танылдым. Бақыттымын деп айта аламын. Жалпы өнер адамдары өнердегі бақытын табу үшін өмірдегі өзінің бақытынан жаңағы бас тартады. Сізде дәл осы оқиға орын алды ма? Мен жаңа бақытты әншімін деп жалғастырайын деп отырғаным сол ғой. Әрине тек қана осы өнердің жолында өлем деген уақытта болған. Әнші боламын, осы халыққа таныламын, бәрін әндерімді таратамын деген. Бірақ бәрі жаңа қазақша айтқанда маңдайымызға жазылған дүние ғой. Құдайға шүкір отбасым бар, баламыз бар. Сондықтан екі жағы да менде тепе-тең деп ойлаймын. Үмітіңіз үкілеген, ұлыңыздан не үміт күтесіз? Мүмкін ол да өнер жолын таңдайтын шығар. Жоқ, өнер жолында болмай ақ қойса екен деп тілеймін. Өзімнің де әке-шешем әрине маған қарсы болған, ол бір өнер деген ол жұмыс па екен, ол өнер деген. Әрине баланың ондай қасиеті жаңағы іліп алып мен сияқты бірден жаттап бірдесін айту өнері, ритм дейді ғой, ритмикасы бәрі бар. Ол енді бірақ менің өзімнің ойым ғой, ол бала өнерге келмей ақ қойса екен деп. Бірақ өзі біледі ғой енді, кейін ол өскеннен кейін қандай болады. Мен де өзім әке-шешемді тыңдамай кетіп әнші болып жүрмін ғой. Дегенмен де ол қазірден бастап осы прокурор боламын дейді, мүмкін балалық шығар, мүмкін 13-ті ғой енді. Бұрындары ер балалар космонавт боламын деуші еді ғой, бұл ұлым қазір прокурор боламын дейді, бұл ұлым қазір дәрігер боламын дейді, бірақ өнер туралы әзір аузынан естіген жоқпын. Өнерде жүрген біздің азаматтарымызды көп жерде кінәлайтын нәрсе, сахнада өзін ұстау жағынан бізде мәдениет төмендеу деп жатады. Сіз бұған алып қосарыңыз қандай? Біздің сахнадағы әншілеріміз өзін қалай, қай жағынан көрсете білгендігі дұрыс? Сахнаның этикасы деген сіз қалай түсінесіз? Сахнаның этикасы деп қатып қала беруге де болмайды. Қазір жаңа өзіңіз айтпақшы заманның ағымы басқа. Бірақ мен ешкімнен көріп жүрген жоқпын. Өзіміздің осы Қазақстан әншілерінен шашашаңдап секіру, анау-мынау бір олақ қылықтарында көріп жүрген жоқпын. Бәрі де сахнаға сай. Ал енді мынау жастар бар, жастарда жаңағы тек қана клиптерінде ғой. Енді ол монтажда бүйтіп жауып жіберетін шығар. Онда да бір әп-әдемі болып шығып жатады. Сахнаның этикасы деп қалай айтуға болады? Сахнаның этикасы деп жай әндерді былай жай ән болғанда адам тыңдайтын әндер болады ғой енді былай. Соны бір орында тұрып жаңағы қолды сермеп тұрып айта беретін де бір жағдайлар болады, бірақ этикада болған онша. Жалпы әншілердің сахнадағы жүріс-тұрысы, киім киісі не, сіз әріптес ретінде ешқандай сын пікір айтпайсыз ба? Сын болғанда қарындарын жалаңаштатып алып жүреді ғой бір адамдарымыз бар енді, әрине ондай. Сіздің сыныңызды олар қалай қабылдап жатады?
ой білмеймін, маған ұрсып қарайтын шығар енді одан кейін. Өзім әлі күнге дейін ұзын көйлек киюді ұнатамын. Әрине ол сахнада мүмкін қалыптау бара жатқан уақыт шығар. Қазір байқап отырсаңыз, жаңа шалбар менен көйлек қой қазір қыздардың киіп жүргендерде. Мен өзім оны киюге онша киюге де болатын шығар, бірақ соған не екенін бата алмаймын, өзім ұзын көйлекпен шыққанды ұнатамын. Әншілер мына осы әннің ырғағына салып өзін сахнада көрсетіп, би өнерімен де өзін бір қырымен көрсеткеннің өзі ерекшелік деп бағалап жатады. Сіз сахнаға шыққанда билеп, әннің әуеніне, ырғағына дөңгеленіп кеткен кездеріңіз болды ма? Әлде соны болдырайын деп жүрсіз бе? Жоқ, ол деген жаңағы қалай десем болады. Менің бойым, мысалы, мына жерде бір нені айтайын, 1,78. Өкше биік кисем 1,80-нен асады. Енді өзіңіз көз алдыңызға елестетіп көріңізші, мен жаңа әннің ырғағы екен деп шошаңдап секірсем, жеріл-тірілдемей ме? Сондықтан ол болмайды емес, дегенмен де енді ол 1,80-нің адамы да салмағы бар ғой, өзі салмаққа қарап та біраз қимылдау керек. Ал енді мына бишілер тобымен бірге сахнаға билеуге қалайсыз? Ол концерттерде жаңағы артынан, жанынан билеп шығып жатқан қыздар бар, уақыты да болды. Оның кешеде мысалы үлкен концертте 2 би қойылды. Соны өзі ойланып жүрмін өзі. Мүмкін 20 жылдыққа бір үлкен бір сюрприз жасайтын шығармын. Бірақ енді дегенмен де сонша бір соларға қосылып кететінді қалай болады, көреміз енді. Ойландырады дейсіз ғой. Ойландырады, қатты ойландырады. Ал енді жалпы 20 жылдықтың жоспарын жасап қойдыңыз ба? Қалай бастаймын, неден бастаймын деп? Бірінші ойлайтын нәрсе бұл жерде қаражат. Ол қаражат болса болады концерт. Ойлағанмен ол келе ме екен? Ойлағанменен, әрине жаңа айтып отырмын ғой, оған жұмыс істеу керек деп, жұмыстар шығып жатыр. Ол енді бір өзің жылағандық емес, мынау Республика сарайында қою үшін 400 мыңдай ақша арендаға кетеді. Егер сол арендаға табылып, рекламаны бәрін санай берсеңіз, қорқып кетесіз, соны айтпай-ақ қояйын. Ол жаңағы программаны ол енгізу, ол демнің арасында ғой, режиссерлар бар, өзінде бар, көмектесетін адамдар да бар, ол демнің арасында. Ал енді өз-өзіңді қаржыландыру деген нәрсе осы той-томалаққа барып табыс табудан да құралып жатады ғой. Тиыннан теңге құралатын да осыдан басталатын шығар. Сіздің тойға баруыңыз, тойдағы ставкаңыз қандай? Мен өзі Гүлікке тойға бір айда бір рет барсам мақұл. Сондықтан мен тойға көп барам деп айта алмаймын. Мүмкін ол шақырып жатады, бірақ дегенмен де тойға көп шыққым келмейді, бірақ қазір енді тойсыз қалай енді? Қалай десем екен? Әрине енді тойға баруымыз керек, бірақ айына мүмкін 2 айда бір болып қалады. Жаңағы тиыннан теңге құралады деп, оған жеткізбей барамыз да құрта саламыз ғой, кәдімгі қазақша айтқанда. Өнер адамы өзінің материалдық жағдайын қазір жақсарта алатын заман ба? Ол әркім қазір бір жағы бізге жақсы болғаны, әркім өзінің не жасап ақша тапса да рұқсат. Ол қай жағынан? Мысалы, біз әнші жағынан, артистер жағынан өзінің жеке концертіңді қойып, ұйымдастырта білсең, барып концертіңді қоя білсең, қаражатың көбейеді. Мен бір жағы соған қуанамын, барлығымызға да рұқсат. Бірақ мен жаңа Гүлдер ансамбльде істеп жүргенмен де, әрине ол рұқсат сұраймыз, осында кетіп бара жатырмыз деп. Мен бір қуанатын нәрсем сол өзімізге берілген рұқсат, жаңағы қаржыландыру мысалы әркімнің өз қолында. Өз-өзін қаржыландыру дегеннің тағы бір тармағы жаңа өзіңізде деп жатырсыз, рұқсат беріліп жатыр деп. Бәлкім кәсіпкерлікпен айналысып, кішігірім бизнес дегенді дөңгелетіп кететіндей қабілетіңіз бар ма? Ой, жоқ, бұл өнер адамдары Гүлікке, ол бизнесмен болу үшін адам кішкене қулық болу керек, кішкене арамдық болу керек. Жақсы нәрседе айтылған дүние ғой бұл. Ондай, бірақ өнер адамдардан қулық шықпайды деп ойлаймын, арамдық шықпайды деп ойлаймын. Бүкіл біздің жаңағы алақанымды қалай ашса, өнер адамдары солай ғой, мысалы, тауып жатқан еңбегіміз адал. Бизнеске, мысалы, мен өз басым кірісе алмаймын. Мен сразу, ой, кешіріңіз, бірден алдап кетеді ол. Бірден алдап отырғызып кетеді, мен қолымнан келмейді ол бизнестегі.